Сәлем көрермен, бұл Жанашыр подкастының бірінші бөлімі. Және менің қонағым Тоғжан Балисан. Ол қаржы саласында сарапшы, Республика партиясының мүшесі және сөз сандық жобасының авторы және жетекшісі. Қалыңыз қалай? Рахмет, Амира, бәрі жақсы. Өте қуаныштымын шақырғандарыңа. Келгеніңізге өте рахмет. Және өзіңіз туралы бір-екі сөз айтып жіберсеңіз. Өзім туралы айтатын болсам, ең басты мен анамын. Ең басты өмірдегі рөлім бұл ана. Мен бұны әрқашанда отбасымды, балаларымды бірінші орынға қоямын. Екіншіден, қаржы саласының маманымын. 20 жылдық еңбек өтілім бар. Сонымен қатар осы жақын арада қоғамдық жұмыспен айналысып жүрген жайым бар. Сол жалпы. Ал осы саяси өмірді қазір бастауыңыз үлкен іс-шара, ауқым шаралар жасауыңыздың себебіне не түрткі болды мысалы? Енді ол жағынан айтатын болсам, негізінде ол көптен бергі менің көкейімде жүрген ой. Өйткені қазіргі қоғамдағы ахуалды көре отыра, қаншама отбасылардың бұзылуын қарай отыра, ол менің жүрегіме қашанда ауыр тиеді. Себебі отбасын сақтап қалу бұл ең басты адамзаттың құндылығы деп есептеймін. Себебі бала толық отбасында өмір сүрсе, ол әрине тәрбие басқа болады. Сондықтан мен осы орайда ойлана келе, оған қоса өзіміздің ата-әжеміздің, ата-анамыздың алған тәрбиемізді жастарға насихаттап, көбірек айтсақ екен, өзіміздің қазақ құндылықтарды жеткізсем екен деген оймен қоғамдық жұмысқа келдім. Енді ең басты миссиям сол шығар, себебі ажырасудың және ұлттық құндылықты ұмытудың көрініп жатыр да қазір. Соны нығайту үшін, насихаттау үшін мен осы жұмысқа келдім. Білетінімше, Қазақстан ажырасу рөлінен екінші орында. Сіз үшін отбасылық құндылықтар сақтап қалудың 5 қағидасы немесе жай ғана қағидалары қандай? Ең басты деген. Ең басты, менің ойымша, бұл әрдайым түсіністікпен қарау керек сияқты. Бұл жерде енді өз басыма келетін болсам, мен өзімнің тәжірибеме сүйенетін болсам, қай уақытта да дауыс көтермеуге тырысамын. Не нәрсеге де сабырмен, төзімділікпен қарайтын болсаң, мысалы, кеше болған нәрсені бүгін ойыңа алып отырсаң, бүгін жеңілірек сияқты. Сондықтан кішкене сабырмен қарауға тырысамын. Қандай да бір қиын шаруа болсын, болмаса келеңсіз жағдай болсын, сол мезетте сабыр сақтап қалу керек. Сосын екіншісі, енді ниетің таза болу керек. Өзіңе адалдығың мықты болу керек, адал болу керексің. Сол менің ойымша осы қағидаларды сақтап жүрсең, бәрібірде бір жамандыққа бармай жақсы жолда жүретін сияқтысың. Жақсы. Сіздің 5 балаңыз бар. Осы 5 бала мен үшін бір үлкен бір жұмыс сияқты көрінеді. Ол шынымен де сондай. Сізге 5 бала біріншіден туып, сосын өсіру, тәрбиелеу, ол қалай болды? Сіз жұмысты қойдыңыз ба бір кезетте? Бала тәрбиелегенде қандай қағидаларды ұстандыңыз? Қандай құндылықтарды қалдырғыңыз келді? Өте қызық. 5 баламен қоса жұмыс жасау, біліміңді шыңдау және де кәсіби жолыңды дамыту, ол оңай шаруа емес. Ең бірінші кезекте бала тәрбиесі ол өте жауапты іс. Себебі баланың тәрбиесіне құйылған барлық берген білімің бар, айтқан сөзің бар, ол баланың тұлға болып қалыптасуына бірден бір себебі. Сондықтан мен әрдайым жұмыс жасадым, декретте өте аз болдым. Енді бұл жердегі атап өтетін менің ең басты қолдаушыларым 2 жақтың ата-анасы. Ата-енем, өзімнің әке-шешем дегендей, ол кісілер мені балаларымды тәрбиелеуге өте қатты көмектесті. Осы кезекте де айтып кететін болсам, ата-әжесінің мейіріммен өскен бала, ол өте жақсы болады. Ата-әжесінен айырмау керек керісінше. Ата-әжесінің мейіріміне, әке-шешесінің мейіріміне өскен, мейіріммен өсу керек бала деген. Сосын декретте отырған кезде де мен әрдайым жұмыс жасамасам да оқып дамып жүрдім.
өзімді дамытуға тырыстым. Себебі бәрібір де декретте отырған кезде әйел адам қандай да бір күйзелістерге ұшырайды, иә. Сол кезде мен екінші оқу орнына түстім. Болмаса бір жаңа өзіме оқи алмай жүрген бір хобби болады ғой, сондайды үйреніп бастадым. Тіпті 5-ші балама аяғым ауыр кезде мен магистратураға түсіп, оны да бітірдім. Сондықтан енді бұл жерде әйел адамның өзінің күш жігері болу керек, жан жағындағы жаңағы қорғаушылары мықты болу керек, жаңағы ата-әжесі, ата-анасы дегендей. Енді бұл жерде де біздің қазақ құндылықты атап өтуге болады. Мысалға, сен ата-енеңе қаншалықты қызмет жасап, ата-енеңе жақсы ілтипатпен қарасаң, ол да сенің бір жағынан әке-шешеңдей болып кетеді. Сенің балаларыңа көмектеседі, сенің өсіп дамуыңа үлесін қосып отырады, батасын беріп отырады. Сондықтан бұл жерде енді қай тәрбие болмасын, ұлттық құндылығымызды, өзіміздің ежелден келе жатқан тәрбиемізді пайдалансақ, біз кем болмаймыз еш. Шынымен шыңдала беру өте керек зат. Және өте қызық мен үшін бір зат, ол осы ойдың бәрі сізге қалай түзілді? Сіз өзіңіз кішкентай кезіңізде ата-әженің қолында өстіңіз бе? Қайдан бастау алды дейсіз? Қайдан бастау алды, иә? Иә, өзім атам 87 жасында қайтыс болды. Атам дүниеден өткенше бізге тәрбиесін, мейірімін аяған жоқ. Атама тіпті әке деп айттық. Ата менің тұлға болып қалыптасуыма үлкен үлесін қосқан кісі. Ол тіпті жаңағы мені жерге жатқызбай өзінің төсінде ұйықтатқан екен. Сондықтан одан басқа өзімнің нағашы жұртым бар. Ата-әжем, ол кісілер де өте сауатты кісілер, олардың да тәрбиесін алдым. Нағашы әжем өте еңбекқор адам. Жаңағы қаншама дүниеге бала келе отыр, жұмыс жасаған, әлі күнге дейін ол кісі ақылын аямайды. Сондықтан мен өзімнің де балаларыма ата-әжесінің тәрбиесін көріп, олардың айтқан сөздерін естіп өссе екен деп ойлаймын. Барлығы содан бастау алды деп ойлаймын. Енді бері келе, ол жақсы, енді ата-әжеміздің, ата-анамыздың жаңа берген тәрбиесі. Одан бөлек өзіміздің отағасымның беретін кеңестері, ақылдары, қолдауы мен үшін өте маңызды. Қандай да бір жағдайлар туындап жатса, міндетті түрде жаңа кеңесін сұраймын, ақылын сұраймын, бірге ақылдасамыз. Енді оған қоса айтатыным, өзімнің есейген балаларымда маған өте көп көмек береді. Қазіргі енді заман талабына сай біздің кейде мүмкін түсінбейтін, кейде енді жастардың да, жаңағы ақыл жастан дейді ғой, жастардың да әңгімелеріне, ойларына сүйенуге, тыңдауға тура келеді. Ол да маған кейде өзінің көмегін беріп жатады. Мысалға, енді қалай айтсам екен, Ақтолғайдың, үлкен қызымның, Олжастың көптеген мен үшін қолдаулары сезіледі. Үлкен рахмет. Сіз жаңа айта кеттіңіз, атамды әке деп те атадым деп. Сіз осындай жағдай Қазақстанда көп орын алады. Ол деген ата-анасы балаларын әжесі, ата-әжесінің қолына беру, өсіру, және бала содан кейін ата-әжесін ана, әке деп атап кетеді. Осы жайтты сіз дұрыс деп ойлайсыз ба? Әлде бәрі бірге болу керек па? Ата-анасы да, ата-әжесі де, төртеуі бірге? Енді тікелей өзімнің ойымды айтатын болсам, егер енді ертең күні өзім де ене болам деген сияқты, мен өзім әр нәрсе өзінің орнымен, мен өзім әже болғанымды қалаймын. Енді үлкен буынға мен еш нәрсе деп айта алмаймын, себебі ол әркімнің өзінің таңдауы, мүмкін кезінде ол кісілерге де жаңағы сәйкесінше аналық мейірімді сезіне алмаған шығар, сондықтан болуы мүмкін. Енді ол үлкен буынға мен еш нәрсе айта алмаймын, бірақ өз басым мен әже болсам, мен керісінше оған қуанар едім. Енді ана, апа дейтін балалар бар, шүкір Аллаға. Енді әже болып жатсам, мен әже болуыма қуанар едім. Жақсы.
қайта айта кетейін, 5 баласы бар. Ең үлкеніңіз білетінімше 19-20-да, иә? Қазір шетелде оқиды. Және ең кішкентайыңыз 2,5 3-те, иә? 2 жаста, иә? Арасы 17 жыл. Осы 5 балада көп нәрсе көрген шығарсыз. Иә, әркімнің темпераменті әртүрлі. Бәріне бір бесеуіне де келетін бір лайфхактар, бір ойларыңыз бар ма? Осы барлық балаға осы сөз жақсы болады, барлық балаға осылай айтсам тыңдайды деген сияқты. Иә, 5 бала болғанда әр баланың мінезі де әртүрлі, ойлау қабілеті де әртүрлі, қызығушылықтары да әртүрлі. Оны енді бәрін тек бір шаблонмен өсірем, тәрбиелейм деген болмайды. Мен айтам ғой, қазір мысалға мен 3 буынның анасы екенмін. Мысалға ересек балалар бар, ортасындағы жаңа подросток дейді ғой қазір. Ондай бала бар, және де кішкентайлар бар. Үлкендермен жаңағы кітап оқып сөйтетін болсаң, жаңа ортаншысымен ол өзіне қызығушылығымен бөлек әңгімелесу керек. Кішкентайлармен отырып мультфильм қарау керек болады. Сондықтан әр буынның анасы болу енді оңай деп айта алмаймын. Ол біріншіден ана болуды ең бастысы, оның үстіне көп балалы ана болуды қалайтын адамдарға айтарым, ең бірінші сен жауапкершілігің мықты болу керек та. Оны тек дүниеге баланы әкеле салып, оған тәрбие бермей, білім бермей өсіру, ол бір балаға жасалған қиянатпен бірдей деп ойлаймын. Сен қаншалықты көп бала дүниеге әкелдің бе, соншалықты бәріне де көңіл бөлуің керек, қызығушылығымен бөлісуің керек міндетті түрде. Енді бұл орайда айтатын болсам, ең бірінші енді бәріне беретін, ең бірінші ол мейірім. Мейірімді ата-анасы аямау керек. Ең бірінші. Екіншіден, дауыс көтермей сөйлеу керек балаға. Мүмкіндігінше ұрыспауға тырысамын, мүмкіндігінше түсіндіріп айтуға тырысамын. Енді бірде түсіндіріп айтсам, бірде басынан сипап айтсам, бірде кішкене қатты айтуым мүмкін. Бірақ қандай жағдайда да дауыс көтермей, сөзбен түсіндіріп, қол көтермей, дауыс көтермей түсіндіріп тәрбиелеймін. Сосын ең басты бала тәрбиесінде ең басты қағидам бұл, мен ол тек жастарға емес, үлкендерге де айтатын нәрсем, сен балаға айтып емес, үлгі болып үйрену керексің. Егер сен өзің үлгі болсаң, бала сенен қарап, автомат түрде сенің істегеніңді қайталайды. Сондықтан кез келген ата-анаға үлгі болу керек. Сен балаға кітап оқы деме, өзің кітап оқы. Сосын сол менің өзім мысалға кітап оқып, осы кітап осындай қызық десем, олар да қызығып оны оқиды. Сондықтан ең бірінші кезекте менің мысалға қазіргі таңда еңбекпен де айналысып, кәсіби жолда жаңа қоғамдық жұмысқа баруым, болмаса шығармашылықпен айналысуым, бұның барлығы өзімнің балаларыма үлгі болсын деген ниетпен. Шүкір, қазір балаларымның білім алып жатқанының барлығы тәрбиемнің дұрыстығы деп ойлаймын. Жақсы, үлкен рахмет. Инсайттар өте көп алдым. Сонда баланы ұрыспай, қол көтермей дұрыс тәрбиелеуге болады, иә? Әрине болады. Себебі бұл өте үлкен ауқымды бір мәселе. КСРО-дан келатқан енді. Көбісі айтады, бізде осылай өстік, жақсы болдық деген сияқты. Иә, мен де сізбен жақсы келсем. Балаларыңыз көмектесе ме, мысалы бір жобаларға өз үлестерін қосатын шығар, ойларын айтатын шығар? Міндетті түрде көмектеседі. Міндетті түрде мен кез келген жобамды бастайын деп жатырғанда ересек балалармен міндетті түрде ақылдасамын. Осылай жасайын деп жатырмын. Қалай ойлайсыңдар? Осы кезекте олар енді қазіргі жаңағы IT жағын өте терең жақсы біледі олар. Оны әбден жаңағы әбден меңгеріп алған ғой. Сол жағынан презентация жасау керек па, тек бір мезетте маған көмектеседі. Менің презентацияларым өте әдемі болады. Өзім білемін, оны жасай алмайтыным, бірақ балаларымның көмегімен кез келген жобаны жаңағы әсемдеп, көркемдеп, кейбір жерлеріне ой қосатын ол менің балаларым. Сондықтан көбіне көп балаларымда үлесі бар ол жерде. Жақсы. Және жобаларыңыздың бірі ол сөз сандық деп аталады. Сол жоба туралы өзіңіз кішкене айтып берсеңіз, не туралы, қандай мақсатпен жасалған?
иә, біздер қазір РУМ қауымдастығының аясында осындай жобалар қолға алып жатырық. Ол бізде бірнеше салаларымыз бар. Қазіргі таңдағы экологиялық мәселе, оны да көтеріп жатырмыз. Ол жерде де көптеген жаңағы біз әртүрлі мысалға шетелге барсақ, қоқысты автоматты түрде бәрі тек жаңағы сұрыптап, ешқандай сөзсіз ол жасалатын нәрсе. Соны көрдім. Соны көріп, өзімізге келіп жайлап сұрыптап бастадым. Бірақ дегенмен де біздің өкінішке қарай ол толық әлі дамыған жоқ. Сол жағынан біздер үлесімізді қосайық деп әртүрлі жаңағы әкімдіктерге хабарласып, өз жаңағы деңгейінде жұмыстар жүргізіліп жатыр. Одан басқа мүмкіндігі шектеулі балалар өте көп қазір. Олардың аналарына қолдау көрсету мақсатында, ол балаларға қолдау көрсету. Мысалға, қаншама ана жұмыс жасағысы келеді, бірақ баласының мүмкіндігі шектеулі болғандықтан, я жұмыс жасай алмайды, я өзінің жаңағы дамуымен айналыса алмайды. Сол бір шеңберде қалып қойған. Сондай аналарға көмек беру мақсатында осы РУМ қауымдастығының аясында жұмыс жасалып жатыр. Қазіргі таңда сондай бір интернат салынып жатыр. Мына Ақмол деген неде ауылда. Ол интернатта осы мүмкіндігі шектеулі балаларды мысалға бір аптаға, болмаса таңертеңнен кешке дейін алып қалатындай мүмкіндік туғызатын интернат салынып жатыр. Ол жерде өзінің тиісті мамандары жұмыс жасайтын болады. Және де мүмкіндігі шектеулі балалардың аналарына жұмыс жасауға мүмкіндік беретін жағдайлар қарастырылып жатыр. Қазір сол бағытта жұмыс жасап жатқан жайымыз бар. Бұл жерде енді әр кірпіш маңызды дейді ғой. Өзіміздің осы қауымдастықтың аясындағы әйел адамдар өздерінің үлестерін қосып жұмыс жасап жатыр. Одан басқа енді менің көтеріп жүрген шаруам бұл сөз сандық жобасы. Бұл жерде ұлттық құндылықтарды дәріптеу. Мана айтып өткендей, ұлттық құндылықтар, отбасылық құндылықтар, қазақ тілін жетік меңгеріп, әрбір қазағымыз өзіміздің қазақ тілінде сөйлей алатындай деңгейге жеткізу мақсатымыз. Егер анасы қазақ тілінде сөйлемесе, баласының қазақ тілінде сөйлеуі ол екі талай. Сондықтан біздер енді көбіне әйел адамдармен, аналармен жұмыс жасайтын болғандықтан, аналарға арналған осындай қауымдастық. Бұл жерде қазақ тілін біздер ереже ретінде емес, осындай өзіміздің қазақтың құндылықтарын, қазақтың дәстүрінің мағынасын, мәнін ашып айтамыз, үйретеміз, насихаттаймыз. Соны ұмытпауға, әрі қарай жалғастыруға біздер мүмкіндік береміз. Басты миссиямыз осы, бірақ одан да басқа көптеген шаруаларды қазір қолға алып жатырмыз. Ауқымды шаруаларды, осының барлығы жүзеге асады деген сенімдеміз, және сол тарапта жұмыстанып жатқан жайымыз бар. Үлкен рахмет. Және қазір Қазақстанда көптеген көшелер, қалалар, немесе халықтың өзі басым бөлігі орысша сөйлейді, және қазақша тілді үйренгісі келмейді. Немесе көшелердің атын қазақшаға ауыстырсақ, бізге жалобалар түседі. Сол туралы не ойлайсыз? Енді қазақшаға ауыстыру ол дұрыс деп ойлаймын, себебі біздер Қазақстанда тұрамыз. Өзіміздің қаншама белгілі адамдарымыз бар, оған ешқандай қарама-қайшылық болмау керек деп ойлаймын. Енді жаңағы әлемге аты танылған адамдардың жаңағы қазақша болмаса да аттары болса, оның да еш жаңағы ол да дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан енді кейбір көшелерді қазақшаға аударса, ол жақсы мәселе. Одан басқа енді қазақ тіліне келетін болсақ, қазақ тілін үйрену үшін айтып өткенде ең бірінші ата-анасы өзінің қазақ тіліне деген қызығушылығы болу керек. Егер ата-анасынан негізі ол мектеп қазақ тілін үйретеді деген емес, үйден үйрену керек. Үйдегі ата-анасы қазақша сөйлейтін болса, ең болмаса қазақша сөйле деген талап қоятын болса, онда қазақша сөйлейді. Менің де бір осы бастаманы алған бір себебі сол. Мен балаларымды қазақша сөйлеуге, әрине басқа тілдердің барлығын меңгеріп жатыр қазіргі таңда. Ағылшын тілінде жетік сөйлейді, орыс тілінде жетік меңгерген.
одан да басқа Италия тілдерін меңгеріп жатыр, бірақ дегенмен де қазақ тіліне деген жаңағы іштей бір сүйіспеншілігі болу керек. Оны беретін тек қана ата-анасы. Неге ана тілі деп айтылады бізде? Басқа халықта енді өздерінің тілінде айтылады шығар, біздің қазақ халқында ана тілі деп айтады. Ана тілі, анасы қай тілде сөйлесе, баласы сол тілде сөйлейді дегеннің тура жаңағы мағынасы. Сондықтан енді бұл жерде менің де мысалға қазір көп аналарға айтатын кеңесім, балаңыз қазақша сөйлесін десеңіз, өзіңіз қазақша сөйлеңіз. Соны біздің қауымдастық аясында қазір өте көп қызығушылық танытып жатыр. Біздер әрбір өзіміздің дәстүріміздің, құндылығымыздың сырын ашқан кезде адам қалайда бәрібірді қазақ тіліне қызығады. Мысалға бізде әрбір айтылған мақал мәтел болсын, әрбір айтылған жаңағы дәстүріміз болсын, әр жағында қаншама мағынасы жатады. Оны тектен текке айта салмайды. Мысалға біздің жеті атамызды алатын болсақ, біздің қанымыз неге таза? Себебі біз жеті атаны сақтаймыз, иә? Сондай біздің өте құнды тәрбиелік мәні бар, өзіміздің дәстүріміз бар, құндылықтарымыз бар. Осыны сақтасақ, соны әрі қарай насихаттайтын болсақ, кез келген адамның қазақ тіліне деген қызығушылығы оянады. Мен де мысалы бір адамдардың көп ұрысқанын көрсем, я неге қазақша, неге орысша емес, неге станциялар қазақ тіліне ауысты дегенде қатты жаным ашиды. Себебі біз қасында тұрып жатырмыз. Менің ойымша сөздердің, көшелердің немесе тіпті бәрінің басым бөлігі қазақша болу қажет. Себебі осылай кете беретін болса, менің ойымша ертең бір 10-20 жылда қазақ тілі жойылып кететіндей. Енді жаңағы қазақ тілін сақтап қалу біздің парызымыз. Бұл әр халықтың өзінің ең басты құндылығы. Егер енді өйтіп айтуға да қорқамын, бірақ дегенмен де осы сіз болып, біз болып қазақ тілін әрі қарай дамытатын болсақ, қазақ тілінде өзіміз сөйлейтін болсақ, қазақ тілі жойылмайды. Қазақ тілі өте бай тіл. Қаншама балама сөздері бар, қаншама әдемі сөздері бар, қаншама қазақ әдебиеті бар, ауыз әдебиеті бар. Осының бәрін біз керісінше оны дамыту керекпіз, оның сырын ашу керекпіз. Сол менің ойымша қазақ тілін белгілі бір деңгейге шығаратын бұл біз, сіз бен біз. Иә, сонымен де менің субъективті басты қорқынышым қазақ тілінің фольклор болып қалуы, бірақ сіз сияқты жандардың арқасында, осындай жобалардың арқасында қазақ тілінің дамуына мен өте қуаныштымын. Сөзсандық сонда ол қазақ тілін үйрету, иә? Қазақ тілін ұлттық құндылықтармен дәріптеп насихаттау. Енді бұл жерде біздер осы Республика партиясының Ревуман қауымдастығының аясында құрылған жоба деп айтамын. Ол жердегі қаншама бізде қазір Астананың өзінде 300-ден астам әйел адамдар тіркелген. Сол әйел адамдарға арналған жоба. Бұл жерде енді кейбір аналар мысалға өзінің баласын қазақша тәрбиелегісі келеді, жаңағы ұлттық құндылықтарды бойына дарытқысы келеді, бірақ белгілі бір жағдайлармен байланысты, мүмкін ата-әжесі болмады ма, мүмкін жаңағы жан-жағында қоғам басқа болды ма, сондықтан сондай нәрселерді білмеуі мүмкін да. Мысалға батыс өңірінде, оңтүстік өңірде оны әлі күнге дейін қатты ұстанатын болса, ал осы жақтарда мысалға оны білетін адам кемде-кем. Сондықтан осы өңірде соны дамытайық, көбірек аналарымыз білсін деген мақсатта құрылған жоба. Мен де сол қорқам, сол қатарға кіріп кетем деп. Мен негізі отбасым өзі қазақша сөйлейді, бірақ айналамның бәрі мектеп, университет орысша болғаннан кейін көбінесе орысша сөйлесем, және менің ойлағанымша мен орысша ойлаймын. Және кейбір кезде маған қазақшаға сөздерімді, ойым жеткізу өте қиын. Қалай бұны жетілдіру керек, иә? Иә, ең бірінші кезекті кітапты көбірек оқу керек. Қазақ тілінде кітапты көбірек оқу керек. Сосын аз сөйлесең де қазақша көбірек сөйлеу керек. Сосын осы жаңағы айтып өткен өзіміздің қазақ құндылықтарға көбірек мән беру керек. Оның әр қайсының әр жағында үлкен мағына жатады.
біздің қазақ халқының көрегенділігін мен әрдайым осылай оқыған сайын, көрген сайын өте қатты таңданамын, қызығамын, таңданамын. Сондықтан осыны ары қарай айтқым келеді, көрсеткім келеді. Қазір мысалға ұлттық тағамдар біздерде мысалы осыған дейін айтылып кетті ғой. Қазақта тек жаңағы ет асып және де бауырсақ, қымыздан басқа не бар деген сияқты. Ал шын мәнінде қазақ халқында тамақ әзірлеуден де өте көп тамақ түрлері бар. Мысалға оны біреу білсе, бірі білмес. Қазір этнографтар соны өте үлкен деңгейге көтеріп, қазақша жаңағы мейрамханалар ашылып жатыр. Сол сияқты енді қазақ тіліне деген ең бірінші іштей қызығушылығың мықты болу керек. Сонда ғана кітап оқу керек, қазақ тілімен қазақ тілімен жетік меңгеріп жақсы сөйлейтін, ортамен көбірек сөйлесу керек. Қазір өте көп осы алқа клубы бар, кітаптарды оқып сол жерде талқылайды. Сондай клубтарға қатысуды кеңес беремін. Сосын біздер енді алдағы уақытта поэзия кешін ұйымдастырғалы жатырмыз. Сондай кештерге қатысу керек, өлеңдерді көбірек оқып, өлеңдерді жаттау керек. Поэзия кешіне сонда Ревумын әйел қауымдастығынан бөлек адамдарды кіре алады, иә? Иә, кіре алады. Бұл өте жақсы мүмкіндік, көрермен, қатысып көріңіздер. Осы естіген Ревумын дейсіз, Республика партиясы, иә, саяси өмір, қалай кіргеніңізді, иә, біз естідік, бірақ туған туысқандарыңыздың қолдауы, әсіресе жұбайыңыздың қолдауы болды ма, қалай болса, қалай әсер етті? Әрине болды. Ондай қолдау болмаса, әйел адамға өте қиын беріледі. Ол егер отбасынан қолдау таппаса, әйел адам қандай да бір жетістікке жетемін деген ол өте қиынға соғады. Сондықтан енді ол жағынан менде қолдау өте жақсы болды. Айтып өткенде әлі күнге дейін кез келген жобаны болмаса қандай да бір сұрақтарды шешуге менің отбасым көмектеседі. Мен кеңесіне жүгінемін. Ол мен үшін өте маңызды. Қандай да бір іс-шараны бастамас бұрын бірінші отбасымен кеңесіп, ақылдасып, содан кейін барып ой қосып, содан кейін барып аяқ басамыз. Енді бұл жерде айтып өткенде әйел адамға отбасы жағынан да, қоғам жағынан да, өзімнің еңбек етіп жүрген жұмысым жағынан да жан-жақтан қолдау болған жағдайда ғана әйел адам жетістікке жете алады. Жаңағы бәрін бір баланста ұстап жүру өте қиын. Сондықтан жан-жақты қолдау ол өте маңызды. Енді әрине ол тек барлығы маған қолдау көрсету керек деген ұғымнан да арылу керек. Себебі сен қолдау көрсету үшін, қолдау көру, біреуден қолдау жаңағы қолдау күтпес бұрын, сен де өзіңнің мысалға қоғамға деген өзіңнің үлесіңді қосу керексің. Сонда ғана жан-жағының қолдауы сонда ғана болады. Тек қана бәрі саған міндетті, жаңа қазір белең алып кетті ғой, жаңағы нам все должны деген ондай ойдан арылу керек. Сен өзіңнің үлесіңді қоса отыра, сен де қолдау күтесің. Қазір қоғамда сіз үлгі тұтатын полностью емес, мысалы, мен осы орайда емдікті өте көп еске алам. Қазақша өлең дамытады, қазақ тілін дамытады. Я жастарға, в частности, сізде де осындай бір тұлғалар, адамдар бар ма? Енді ондай тұлғалар қазақ халқында өте көп қой, әрине. Бірақ дәл қазір енді егер осындай сұрақ болса, мен мысалға өте жаста болса бас болып жүрген өзімнің жерлесім Димаш Құдайбергенді өте жаңағы қадірлеймін, құрметтеймін, басымды иемін. Ол бүкіл әлемге домбыраны танытып, қазақша ән айтып жүрген өте талантты, жас болса да бас болып жүр. Сондықтан өте өз басым оны өте қатты құрметтеймін. Үлкен рахмет. Және сіз үшін осы бәрін ұстап тұру, қалай қағидаларын айттық. Және қазіргі ең бір үлкен мәселелердің бірі, әйелдерде ол жан тыныштығы дейміз. Жан тыныштығы деген не, оны қалай іздейді, қалай табады? Сіз не ойлайсыз? Сіз іздеп жүрсіз бе әлі? Сіз үшін ол не? Әлде таптыңыз ба жан тыныштығын?
Жан тыныштығы ол әйел адамның өзінің қалай сезінуі, ішкі жан дүниесін, иә. Енді өмір болғасын, ол сен әртүрлі жаңағы күйзелісті де өтесің, қиын кезеңдерді өтесің, бір қуанышты кезеңдерде өтесің. Ең бастысы жан тыныштығы болу үшін адам өзін кез келген жағдайға сабырмен қарау. Егер сен сабырмен қарасаң, кез келген жағдайда ашуға бой алдырмай, сабырмен бір өзіңнің бір парасатыңмен, даналығыңмен қарасаң, кез келген шаруа шешіледі, кез келген жағдайды бастан өткізуге болады. Бұл жерде ең басты мәселе, мен әрдайым ойлаймын, мысалға айтады ғой, дәл осы мезетте саған қиын болып тұр. Осыны сен жарты жылдан кейін, 2 айдан кейін ойыңа алсаң, тіпті оны болған ұмытып та кетесің да. Сондықтан енді қатты қиналып тұрсам, мен ең бірінші қағида, мен барып ұйықтап аламын. Көмектеседі. Ол өте, енді өзің білесің, көп балалы ананың, жұмыс жасап жүрген ананың ұйқысы әрдайым аз болады. Сондықтан кез келген жағдайда мен ұйықтап демалып аламын. Тұрғанда ол бір толық шешілмесе де жаңағы кішкене басылып тұрады. Сондықтан сосын жан тыныштығы деген, өзімді жаным тыныш деп ойлаймын, өзім атыма сай мен әрдайым айтып жүремін, мен атым неге Тоғжан, мен жаны тоқ адаммын деп. Сондықтан жаңағы сабырмен қарасаң біріншіден, екіншіден өзіңнің арманыңа, мақсатыңа адал болсаң, және де ниетің түзу болса, барлығы өзі жайымен, өзі орнымен болады. Сосын өмірдегі кез келген бір қиын жағдайдың өзін сен мен үшін берілген бұл сынақ шығар, немесе бұл да бір тәжірибе, бұдан да алатын менің бір сабағым бар шығар деп қабылдасаң, одан да өтуге болады. Сонда сізге кішкене бір қатты жынданбауға, сабырлы болуға, бір ұйықтап алуға қажет, өзіңіз кеңес бересіз бе солай жасауға? Өзі. Енді әр адамның жаңағы физиологиясы әртүрлі ғой. Мысалға біреу ұйықтай алмауы мүмкін, мүлдем, қазір айтады ғой, біреу көп тәтті жеп алуы мүмкін. Мен өзім өз басым барымда ұйықтап аламын. Ол көп болмаса да бір 10-15 минут болуы мүмкін, жарты сағат болуы мүмкін. Бірақ ұйықтап аламын. Кейде айтады ғой, осындай шаруа болып жатыр, сен мен ұйықтап алсам, мен тынығып аламын. Сондықтан мен үшін бұл өте жақсы жаңағы көмектесетін. Күшті ғой. Стресстен, кәмпит жегеннің орнына бір ұйықтап алсаң, жақсы боласың. Және бір ең басты сұрағым, сіз үшін шындық неде? Мен үшін шындық деген ол әр адам өзіне адал болу, әр адам өзіне адал болу, еліне адал болу, отбасына адал болу. Осы ең басты шындықтың, ең басты бір, қалай айтсам екен енді. Мен үшін шындық, қиын сұрақ болды ғой. Ең бірінші адалдық менің ойымша. Адал болсаң, әрдайым шындықтың шыңы болады деп есептеймін. Сондықтан мен де айтамын ғой балаларға, кез келген нәрсені жасап жатқанда, ешкім көрмейді ғой деп ойлама, Алла тағала көріп тұр. Сондықтан өзіңе адал болу, бұл бірінші кезекті ең маңызды, адами тұрғыда ол ең маңызды. Шындық деген меніңше сол. Және менің көрерменге, менің жас осы қазақтың жастарына қандай бір өсиет немесе бір кеңес болсын, не айтар едіңіз қазір? Енді жастарға айтарым, біздің ежелден келе жатқан өзіміздің қазақ құндылықтарымыз бар. Отбасы құндылықтарын, отбасын қаншалықты біздер сақтаймыз, қаншалықты ұрпаққа әрі қарай өзіміздің дәстүрімізді, салтымызды жалғастырушысымыз деп есептейміз ғой. Бірақ дегенмен де білімге құштар болу, еңбекқор болу, және де өзіне деген мақсатына адал болу, арманына адал болу. Ең бірінші, мысалға қазіргі енді білім алып жатқан жастарымыз, олардың ең басты қазіргі жаңағы мәселесі ол білім алу, Сол білімді өзінің ең жоғары деңгейінде білім алу керек. Қалай да, мысалға
қазір қоғамда өте көп айтады, жаңағы 5-пен бітірдің не, 3-пен бітірдің не, бәрібір осындай нәрсе. 5-пен оқыған адамның қалай да оның деңгейі жоғары болады. Ол ішкі сезіну жоғары болады, сөзі, жазуы. Сондықтан ең бірінші кезекті білімді толық меңгеру керек. Саған қазір мысалға университетте беріп жатырған білім ба, сен оны мүмкіндігінше толық меңгеруге тырысу керексің. Сонда ғана сен жақсы маман болып шығасың. Екіншісі еңбекқорлық. Қазір енді өте көп мамандықтар бар ғой, жаңағы ой маған білім керек емес, мысалға мен жасай саламын деген. Жоқ, мамандықты меңгеру міндетті түрде керек. Себебі еңбекпен тапқан нанның дәмі бөлек дейді ғой жерден. Сондықтан еңбек ету керек міндетті түрде. Өйткені ертең сен бала тәрбиелейтін адамсың, сен өзің еңбектенбесең, сен балаңа не көрсетесің деген мәселені әрдайым жадында ұстау керек. Сосын үшінші, ниетің таза болу керек, адал болу керексің. Осы адами қасиеттерді бірге бойыңа алып жүрсең, және де тәрбие, ең бастысы тәрбие. Айтады ғой, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Сондықтан ең басты менің ойымша адамгершілік қасиет адамның бойында бірінші кезекті болу керек. Сен қанша жерден сен білімді болсаң да, егер адамгершілігің болмаса, мінезің дұрыс болмаса, сен еш ортаға сыя алмайсың. Сондықтан мен де мысалға қазіргі таңда қаншама білімді адамдармен кездесемін. Одан басқа өзіміздің ауылға барған кезде ауыл адамдармен кездесемін. Сондағы ауыл адамдардың кеңпейілділігі, кішіпейілділігі өте қатты, мен үшін ол өте маңызды. Мен олар белгілі бір деңгейдегі білім алмаса да, бірақ сол адами қасиеттер үшін өте қатты құрметтеймін. Олардың да айтқан кеңестеріне, олардың айтқан сөздеріне құлақ салып отырамын. Соның ішінде үлкен кісілердің айтқан өсиет сөздері әлі күнге дейін менің жадымда, және де мен үшін ол өте құнды. Үлкен рахмет. Толықтай келісем. Сіз білдіңіз бе, негізі балаға интеллект анасынан келетін? Енді әрине естіп жүрмін, бірақ дегенмен де әкесінің де анасының да рөлі өте зор. Мысалы, қазір сіздің 3 балаңыз да нешті немесе бітірді, немесе әлде оқып жатыр. Сол білімділіктің бәрі сізден келді деп ойлайсыз ба? Толықтай менен келді деп ойламаймын. Себебі ол жерде менің де үлесім бар шығар, одан басқа әкесінің үлесі бар, және де ата әжелерінің де үлесі бар. Тәрбиесі бар, олардың қаны бар, гені бар деген сияқты. Аталар да өте жаңағы білімді кісілер, әжелері де сондай. Сондықтан барлығын тек жаңағы көрпенің барлығын өзіме ала алмаймын, бұндайдан аулақпын. Жаңағы бәрібірде балалар өзінің геніне тартады. Сондықтан әрі қарай ұрпақ жалғастырушысы болу үшін сенің де балаларың, сенің де немерелерің сондай бір деңгейге жету үшін қазірден бастап білім алып, жастарға айтарым сол. Білім алып, білімді болу, өзінің тегін ұмытпау деген нәрселерді әрдайым жадында ұстау керек. Дұрыс айтасыз, үлкен рахмет. Ал көрермен, бұл подкастымыздың соңы болды. Тоғжан апайға үлкен рахмет. Келесі тағы да екінші бөлімді күте беріңіздер. Рахмет.